Шәутен деген бала бар еді. Оның бір әдемі ақ қозысы бар. Шәутен оны қатты жақсы көретін. Қозысын өзі көгендеп, өзі ағытатын. Тентек қозысын бағып, апасына көмектесетін. Бірде Шәутен демалып отырғанда, тентек қозы оның жалғыз шәркейін шайнап, быт-шытын шығарды. Шәутен жыртылған шәркейін көріп, жылап жіберді. Қозы болса, ештеңе болмағандай теріс қарап тұр. Апасы оны жұбатып: «Жылама балам, осы қозының өз жүнінен саған жаңа шәркей жасап беремін», деді. Уақыт өтті. Ақ қозы үлкен марқа болды. Шәутен де өсті. Шәутен сансызбайға марқасын қырықтырды. Әппақ жүнді құшақтап, апасына қуана жүгіріп келді. Ауылдың әйелдері жиналып, жүнді сабады. Таяқтардың тарсылы ауыл аспанын тербетті. «Шәркейім болды ма?» деді Шәутен. Апасы жүнді шиге тартып, су сеуіп, басуға дайындады. Шиге оралған жүнді екі кісі тартып, өзгесі тепті. Киіз басу нағыз еңбектің майданы еді. Апалары білектеді. Бір жазып, бір бүктеп, киіз әбден нығыздалғанша көп-көп білектей берді. Сосын киізді тігіп, шеттерін нықтап қарпи берді. Шәутеннің тағаты таусыла бастады. «Апа, шәркейім енді болды ма?» «Жоқ балам, кепсін». Киіз күн астында кеуіп жатты. Апасы қайшымен екі шәркей пішіп алды. Шәутеннің жүзінде алғашқы қуаныш ұшқыны пайда болды. Бірақ жұмыс әлі бітпеді. Апасы енді шуда шүйкелеп, одан мықты жіп иірді. Иірген жіппен шәркейді сырып тікті, мықтап ұлтарды. Ақыры апасы: «Кел, аяғыңа кей», деді. Шәутен қуана киіп алды. Аяғына шап-шақ әдемі ақ шәркей. Бұл ананың маңдай терісінген еңбек. Шәутеннің бұл хикаясы ақын жүрегіндегі мейірім мен еңбектің жылы жыры. Бұл туындының авторы қазақ әдебиетінің ақиық ақыны Ілияс Жансүгіров. Ол даланың әрбір дыбысын жырға қосып, халқының мұңын мұндаған заңғар тұлға. Поэзияның құлагері атанған ақын өз халқының тұрмыс тіршілігін, еңбектің қадірін, ана мейірімінің шексіздігі, халықтың ұлттық қолөнерін осылайша жырмен өрген еді. Ұлы ақынның еңбегін қастерлейік.